Қанда эритроциттердің көбеюі эритроцитоз деп аталады. Бұл әйел адамдарда 5-тен жоғары, ер адамдарда 5,5-тен жоғары болуы. Көріп отырғанымыздай, эритроциттердің көбеюі де жақсы емес. Яғни бұл кезде эритроцит көп болған кезде қан қоюланады, және қан қою болғандықтан организмде қан айналымы да баяулайды. Сонымен қатар бұл кезде бас ауруы, бастың айналуы, және көздің көру қабілетінің нашарлауы, беттің қызаруы, денеде әртүрлі қызарулар болуы мүмкін. Бұл физиологиялық жағдай кезінде эритроциттердің көбеюі шылым шеккен кезде және таулы аймақта тұратын тұрғындарда, сонымен қатар стресс кезінде көбеюі мүмкін. Ал патологиялық жағдай кезде ең бірінші сусыздану кезінде эритроциттер көбейіп кетеді. Яғни организмде сұйықтықтың мөлшері төмендеген кезде оған керісінше эритроциттің проценттік мөлшері жоғарылайды. Одан кейін өкпенің, жүректің аурулары, яғни бұл кезде организмге оттегі қажетті мөлшерде түспейді, оттегінің жетіспеушілігі болады. Осы кезде компенсаторлық механизм ретінде эритроциттер көп мөлшерде түзіледі. Яғни бұндай ауруларға өкпенің обструктивті ауруы, бронх демікпесі, пневмосклероз, жүрек пайда болған, туа пайда болған жүрек ақаулары, созылмалы жүрек жетіспеушілігі, өкпе гипертензиясы жатады. Сонымен қатар бүйрек аурулары кезінде, бүйрек туберкулезі, гидронефроз кезінде де жоғарылайды. Және мидың, миышықтың ісіктері, гипофиз ісіктері, гипертиреоз, пикфик синдромы, талассемия аурулары кезінде де жоғарылайды. Сонымен қатар өте сирек кездесетін себебі вакес ауруы, яғни шынайы полицитомия. Бұл кезде сүйек кемігіне өте көп мөлшерде эритроциттердің түзілуі пайда болады.